Барлықтарыңа сәлем. Бұл 138-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 4-ші В сынып оқушысы Әбдина Бекауза Нұрлан қызы. Бұл біздің мектеп. Бізде бұл мектепте Бағдан Сағынбайұлы басқарады, яғни мектептің директоры. Бүгін менде қуанышты күн. Өткені мен бүгін телеарнаға жол тартамын. Маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Сәлем достар, эфирде бала тілі балайдар. Бүгін бізде қонақта оңтүстік телеарнасының редакторы Фариза Құрманбек. Фариза әпке, амансыз ба? Сәлеметсіз ба? Сұрақтарым қойып бастай берейін. Сіз неге журналистика мамандығын таңдадыңыз? Журналистика мамандығын таңдауға себеп болған ең бірінші менің анам. Менің не нәрсеге қабілетті екенімді, мен қандай мамандықты алып жүре алатындығымды осы анам шешкен. Сондықтан да осы телеарнаға өзі жетектеп алып келіп, осы жерде мен алғаш жұмысқа келгенде таңғы бағдарламаларды жүргіздім, тікелей эфирдегі. Онан соң жастар бағдарламасын жүргіздім. Енді біртін келе-келе мәдени хабарларды, Жансарай секілді, біз естімеген бір ән, қызы бар үй деген сияқты көптеген тікелей эфирлердің барлығын алып жүргізіп жүрдім. Осы салада неше жылдан бері еңбек етіп келе жатсыз? Бұл салада еңбек етіп келе жатқаныма 17 жыл. 17 жылдың ішінде мен көп нәрселер үйрендім. Үлкен ағаларымыздан, Қалбек Атжан сияқты, Гүлсара Сапарқызы секілді журналистиканың кәдімгі қыр-сырын меңгеретін, дәл қазіргі таңда өзіміз де сол аға буынға, үлкен буынның арасына қосылып, 17 жылдан бері өзімізден келе жатқан жастарды да үйретіп келе жатыр. Мен сіз сияқты журналист болу үшін маған қандай қасиет қажет? Әрине, ең бірінші камерадан қорықпау керек. Одан кейін адамдармен сұхбаттасу үшін, сұрақты да сауатты қоя білу үшін ең бірінші көп оқу қажет. Тарихты да, әдебиетті де, жалпы жаратылысты. Және онымен қоса көптеген әдеби кітаптарды оқыған абзал деп ойлаймын. Сонда сұхбат сауатты өтеді. Және сұрақ қоюда да үлкен бір дайындықпен, телеарнаға камераның алдына шығу үшін үлкен бір дайындықпен келу қажет. Журналист болу үшін қандай сабақты жақсы оқу қажет? Әрине, журналист болу үшін ең бірінші қазақ тілі әдебиет. Әдебиет бұл біздің ойшылдарымыздың кәдімгі өзіңде мектеп оқығанда Абайдың, Шәкәрімнің, Ахметтің, Мағжанның, Сәкендердің өлеңдерін жаттап оқисыңдар. Сондай дүниелердің барлығын жаттап, көкейіңе тоқып отыру қажет. Мектеп кезінен сол нәрсені тоқып отырсаң, ертең журналист болғанда бір сөздің реті келгенде, сәйкес келгенде сол сөздерді пайдалануға көп мүмкіндік бар. Және журналист болып камераның алдында сөйлеу үшін ең бірінші адамға актрисалық қасиет қажет. Ол ұялмау қажет және камераны жақсы көру керек. Одан кейін сөйлегенде әдемі сөйлеу үшін, көркем сөйлеу үшін сахна тілі деген арнайы сабақ бар. Сол сабақтан дәріс алса, онда жақсы журналист боласың. Биыл балалар жылы. Сіз осы Балдәурен бағдарламасына қандай тілек айтар едіңіз? Балалар жылы деп президент Қасым-Жомарт Тоқаев солай атады. Шынында да бұл балаларға деген үлкен жанашырлық. Өйткені бізде ең басты мәселе балалар әдебиеті ақсап жатыр. Балаларға арналған мультфильмдер қазақ тілінде аз. Біздің президентіміз осы мәселеде балалар жылы деп атады. Балалар жылында қазіргі таңда біздің Шымкенттегі Сақ киностудиясы көптеген қазақтың мультфильмдерін әдемі кейіпкерлермен түсіріп жатыр. Және де балалар әдебиетіне үлес қосатын авторларымыз да көбейіп жатыр. Жас ақындарымыз, жас жазушыларымыз. Және сонымен қатар балалар жылында балаларға арналған көптеген фестивальдер, және сонымен қатар балалар жылына керемет дүние ретінде осы Балдәурен бағдарламасына өзің секілді жастарды, журналист болам деген, өзінің өнерімен келген балаларға қолдау көрсетіп, біздің оңтүстік телеарнасы
осы бағдарламаны арнайы бағдарламасына уақытқа қойып жасап жатыр. Ал Кәусар, сенің де алғашқы қадамың құтты болсын деймін. Өйткені Балдәурен бағдарламасына ең алғашқы рет өзің сұхбат алып, журналист ретінде өзіңді сезінуге біздің бүгінгі телеарнамыз мүмкіндік беріп отыр. Қадамың құтты болсын, біз секілді журналист болып, елдің алдында елеулі қыз бола беруіңе тілектеспін. Рахмет. Сіздің осы сұхбатқа келіскеніңізге өте көп рахмет. Біздің енді сұхбатымыздың аяғына жеттік. Ал енді сау болыңыздар.